Assalamu alaikum, тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бытовой машинкада осындай петля жасауды көрсететін боламын. Алдымен мына өзінің лапкасын алып тастаймыз да, міне түймелікке арналған, петля жасауға арналған лапкамызды орналастырамыз. Мінекей орналастырдым. Ендігі кезекте петля жасайтын өзінің настройкасына қоямыз. Менің машинкамда міне 1 деп көрсетіп тұр, 1-ге қоям, а мына жақта 0 мен 1-дің арасына қоямын. Осы жерге қоямыз. Осы кусок матамызға қазір петля жасап көреміз. 1-ге қойдым. Ендігі кезекте 2-ге қоямын. Енді 3-ге қоямыз. 3-ге қойғанда мына жағын тігеді. Енді 4-ге қоямыз. Осымен біздің петлямыз дайын. Алып қараймыз. Артық жіптерін қиямыз. Мінекей осындай әдемі петлямыз дайын болды. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.